Дүние жүзі бойынша ең нашар елдердің бірі. Оның астанасында өмір сүру мүлдем қолайсыз, өте ластанған және халқы өте тығыз орналасқан. Бұл жердегі қозғалыс ойға сыйымсыз. Елдің барлық өлкесінде кедейшілік. Сіздер менен Бангладеш туралы бейнероликті сұраған болатынсыздар. Олай болса, жалпы Бангладеш туралы жақсы ақпарат бар ма? Өкінішке орай, мен айтып өткен сипаттамалардың бәрі сіздерге Бангладеш десе бірден көз алдарыңызға елестейді. Бұл бейнероликте сіздерге нағыз Бангладешті және оның тұрғындары жайлы айтқым келеді. Біз Бангладешке Индияның Калькутта қаласынан тікелей ұшақпен ұшып келдік және Дакканы толық зерттеу үшін 10 күнге қаламыз деп шештік. Бангладеш Халық Республикасы 1971 жылы құрылған Азияның оңтүстігіндегі мемлекет. Батысында, солтүстігінде, шығысында Үндістанмен, оңтүстік шығысында Мьянма одағымен шектеседі. Бүгінгі таңда Бангладештегі адамдар саны 160 миллионнан асады. Ал қарқынды дамып келе жатқан мегаполисте, яғни Даккада 22 миллионнан астам тұрады. Және күн сайын күн көріс үшін басқа аймақтардан осы қалаға адамдар ағылып келеді. Бангладеш мұсылман елі болғандықтан қаланың әрбір көшесінде мешіттер орналасқан. Ал мына мешіт ең үлкені және орталықта орналасқаны. Бұл аймақ Олд Дакка деп аталады, яғни аудармасы ескі Дакка. Даккаға келгеннен кейін жергілікті адамдармен танысқанымызды жөн көрдік. Сөйтіп Инстаграмда Дакка деп жазып, сәтті Самир мен оның жұбайымен танысып қалдық. Инстаграм арқылы тапқан достарымыз мынандай күшті жерде тұрады екен. Сол, мына жақта бізбен сөйлесіп отыр. Бұл кісі бизнесмен, отелі бар екен, сол бізге менің отелімде қонсаңдар болады. Ескі Даккада орналасқан, айналасында жаңағы көретін жерлері көп дейді. Ал біз қазір тұрып жатқан жеріміз Уттара деген жақ, ол өте алыс. Бірақ осындай ұсыныс жасап жатыр, қазір ойланып көреміз. Дакканы бастапқы күндері осы достарымыз көрсетіп таныстырды. Біз ескі Даккадағы ең танымал асхана Ханиф деген жердеміз. Бұл жерде техари деп аталатын тағам пісіріледі. Ол үндістердің бирияни тағамына ұқсайды. Бірақ осы жерде оны сиыр етінен жасайды. Әртүрлі аймақтардан дәл осы тағамды жеу үшін көптеген адамдар келеді. Біздің елде осыған ұқсайтын тағам бар, атауы плов. Ал анау не? Бұл нәрсе борхани. Бұл йогурт сияқты сусын. Дәмі қышқыл ма? Я, қышқыл, тәтті, аздап ащы. Бізге өте ұнайды. Біздің достарымыз мына тағамды ләззаттанып жеу үшін қолмен жеу керек дейді. Бірінші мына лимонды сығып алу керек. Осылай алып жейсін. Жақсы, жеп көрейік. Өте дәмді екен. Сиырдың еті тәтті. Сиырдың етін жемегелі 3 ай болды. Тамақтанатын екінші жерге келдік. Біздің достарымыз әбден күтіп жатыр. Бұл жердің атауы Бисмиллах кебаб. Бұл ең бірінші асхана, себебі айналасында осыған ұқсайтын асханалар өте көп. Сонда бұл жердің жасы қанша? Бұл жердің тұрғанына ұзақ уақыт болды, 35 жыл, және ол дәл осы жерде бірінші болып салынған. Жақсы, біз мына тағамдарға тапсырыс бердік. Мынау сиырдың еті ме? Я, сиырдың еті. Мынау бути кебаб, кішігірім туралған сиыр еті. Борша жеп отырғаны тауық еті. Ал бұл нан ба? Бұл нан емес, порота деп аталады. Біз Үндістанда осыған ұқсайтын паратаны жеп көргенбіз. Ал мында сізде порота деп атайсыздар. Жақсы, мына етті поратамен жеп көрейік. Дәмі KFC сияқты екен. Бірақ бұл қуырылған сиыр еті. Ет қытырлап тұр, дәмді.
бірақ ащы. Yeah, it's a bit spicy. This is like more spicy. Ал мына ет азырақ ащы. You can try this one as. Yeah. Okay. These are like This small is the pieces. piece. Yeah, Ah. one piece. Okay. Сен жеп отырған ет жұмсақтау каримен аралас. And this is like a gravy curry type dish. Жақсы. Okay. Қайсысын ұнаттың? Маған қытырлаған ұнады. Мына жерде мен қазір бенгали тілін білмегендіктен сандарын үйреніп алайын деп тұрмын, соны қазір тексеріп көрейік. You have to check me, okay? I will tell you. 1, 2, it's 12. 12. 1, 1, 5. 115. 1, 2, 5. 125 болады. 1, 2, 5, 125. 1, 3, 5. 135. 165, 165. 155, 155. 155, 155. And 145. Мынау 8 деген сан емес екен, бұл 4 деген сан екен бұл жақта. Мен осы уақытқа дейін 8 деп ойлап жүрсем 4 екен. 145, 145. So congratulations, now you have a PhD in Bengali numbers. PhD-іңізді алдыңыз дейді, жарайды, доктор наук болдық қой. Бастап жатыр, түсіріп ал. Fire. Okay. রুষা এদিকে চলে আসো সামনে চলে আসো Мәссаған қорқынышты екен. 2023 жылы YouTube'ты бастау табысты болады ма деп көбі сұрайды. Әрине, YouTube'тен табыс табудың мүмкіндіктері өте көп. Мен сіздерге арнап тегін сабақ дайындап қойдым. Ол жерде бастапқы 1000 тіркелушіні қалай жинау керектігі, өзіңіздің YouTube арнаңызды қалай монетизациялауға болатындығы, YouTube алгоритмі қалай жұмыс жасайтындығы, бейнероликтеріңізді рекомендацияға қалай шығаруға болатындығы және тағы да басқа сусыз ақпаратпен тегін бөлісіп жатырмын. Тегін сабақты қарау үшін осы видеоның анықтамасындағы ссылка арқылы өтіңіздер. Сонымен қатар керемет бір бонусқа еленіңіздер. Енді тезірек шайна. Ыстық па? Start chewing. Шайнай бер, кейін сөйлесерміз. Аздап ыстық, бірақ ауыртпайды. Өмірімде бірінші рет жалындап тұрған жапырақ жеп көрдім. Ішінде татты желе бар. It's a sweet one. Дәмі бір түрлі. Шайнауға болатындығы жақсы болды. Happy thing that it's chewable, so that I can chew. What is the Жапырақтың name of the атауы қалай? Пан. leaf? Pan? This, yeah? Тезірек шайна. Are you crying? Can I get one, please? Thank you. Шайнап болғаннан кейін қалай екендігін сұраймын. How it feels. Ұнады ма? Самирдің қонақ жайлылығы сонша өзін қонақ үйіне бізді шақырып тұрақтануды ұсынды. Себебі біздің жалдап қойған пәтеріміз орталықтан 2 сағаттық жерде болды. Самирдің айтуы бойынша Дакканың ең басты көшесінде әрдайым тығын, кейбір кездері тіпті жол 4 сағатты алу мүмкін. Келесі күні Самирдің қонақ үйінде Бангладештің мықты аспаздарынан сабақ өтіп жатты. Оны да көріп шығайық деп сабаққа келдік. Бүгінгі сабақта тайлық және біздің континентіміз аралас тағамдар жасалады. Біздің отельде осындай бөлек оқытатын бөлме бар. Тамақ пісіруге барлық жағдай жасалған. Біз онлайн сабақ емес, осылай офлайн үйретеміз. Себебі осы жерде олар шефтің алдында тұрып үйрене алады. Тамақ пісіріп тұрып, шефтен кез келген сұрақ сұрайды. Одан кейін ең маңыздысы тағамның дәмі дәл қандай болу керектігін түсінеді. Осындай сабақтарды жылына бір рет өткізесіздер ме?
Жоқ, біз әрбір демалыс сайын өткіземіз. Бұл 3 айлық курс. Одан кейін 5 жұлдыз мейрамханаларда тәжірибеден өтеді. Осы күні Самир өзі бізбен шыға алмағандықтан, өзінің көмекшілерін бізбен Дакканы көрсетуге жіберді. Біз қазір мемлекеттік Дакка университетінің алдында тұрмыз. Бұл университетке сұраныс өте көп екен. Жыл сайын бұл университетке 100 мыңнан аса студент оқуға түскісі келеді. Бірақ та 400-500 студент қана оқи алатын жер екен. Бұл университетте әртүрлі мамандықтар оқытылады екен. Медицинаны да оқуға болады, инженерияны да оқуға болады. Жаңағы әдеби бағытта оқуға болады. Яғни көптеген тармақтары бар. Және бұл университеттің салынған уақыты 1904 жыл. Бір ғасырдан асты бұл университетке. Сонда да көрінісі өте тамаша. Адам көп. Студенттер өздері отыр. Қосымша біз сияқты туристер де келіп бұл жаққа фотоға түсіп, өздерінің уақыттарын өткізіп жатыр. Жоғарғы оқу орны болса да, өкінішке орай шалған әдемі өсіп тұрған шөптің үстінде жатқан қоқыс өте көп. Адамдар демалуға келіп, артынан жинамай кететіні байқалып қалды. Біз жобамызға қатысты фильм түсіріп жүрміз. Қандай жоба? Біздің оқытушыларымыз берген тапсырма. Ал сіз университетте оқисыз ба? Қандай университетте? Дакка университеті. Иә, мына Бангладеш байрағы. Мына түстердің мағынасы қандай? Қызыл түс азаттық үшін күрес туралы. Ал жасыл түс біздің дәстүрімізді, жерімізді, табиғатымызды сипаттайды. Біздің ата-бабаларымыз осындай жасыл елімізге азаттық алу үшін осылай қан төккен. Дакканың көптеген тұрғындары өздерінің ұлттық киімдерін кигенді жөн көреді. Мысалы, қыздары түрлі түсті сариді киіп өз шаруаларын бітіріп жүреді. Ал ер азаматтары лонги деп аталатын матаны белдеріне орап алады. Осындай киімді көбінде рикша велосипедтерін айдайтын ер азаматтар киеді. Даккадағы ең жиі кездесетін транспорт түрі рикша велосипеді. Жастардан кәрісіне дейін айдайды. Бірақ сырттан қарағанда ауыр салмақты әкетіп бара жатқанда жаным аяп кетеді. Достарымыздан бұл кісілерге осылай қиналған ұнайды ма деп сұрасам, олар тіпті қиналмайды дейді. Және де осындай жолмен олар күніне жақсы табыс табады дейді. Мемлекеттің билеушілері рикша тасымалдауды тоқтатпақшы болыпты. Алайда ер азаматтар оған қарсы шығыпты. Себебі олар осындай өмір салтына өте үйреніп кеткен. Біз TAC деген Дакка университетінің кампусына келдік. Бұл жерде студенттер мен оқытушылар бірге тамақтанып демалатын жер. Бұл жерде біздің еліміздің түрлі ұлттық тағамдарын татып көре аласың. Фучка, ача, момо. Біз жүрген жер Дакканың студенттері мен жастар арасындағы ең танымалы екен. Көбінде мұнда көше тағамдарын жеу үшін және бір-бірімен әңгімелесу үшін келеді. Мен болсам әрине тағамдарды татып көрейін дедім. Қазір тауық етінен жасалған момоны жеп көремін. Мынау кетчуп па? Кетчуппен жесе болады. Дәмді ме? Еттің құрамда дәмдеуіштер көп екен. Қазір пуджа деп аталатын тағамның қалай жасалатынын қарап көрейік. ঝাল দিও না কিন্তু ঝাল দেন না ঝাল ছাড়াই এটা আটটা দিচ্ছি মিষ্টি টক দিছো called panipuri Үндістанда осы тағамды пани-пури деп атайды, ал бізде пучка. Сонда дәмдер ұқсас па? Жоқ, аздап өзгеше, жеп көр. Жақсы, жеп көрейік. কাকা একটু চাপেন এদিক চাপেন
Қалай, ұнады ма? Бұның құрамда көп нәрсе бар екен, және жұмсақ, ал Индияда қытырлақ және ашты болған. Бангладештің көше тағамдарының көбі үнді тағамдарына қатты ұқсайды. Олар тауықтың етін ұннан жасалған қоспаға батырып, майда қуырып жегенді қатты жақсы көреді. Бірақ мен үшін бұл тағамдар өте майлы көрінгендіктен көп жей қоймадым. Сонымен қатар автобустары өте ескі көрінеді. Сыртқы қаңылтыры бірнеше апатқа ұшыраған сияқты. Мына тар жолдарда ат арбасымен жүргендерді өте көп. Келесі күні ескі Дакканың базарын аралайық деп шештік. Бұл жерде күнде 24 сағат осындай тығын. Себебі айналасында басқа қалаларға шығатын автобустар адамдарды әкеліп апарып тұрады. Және сауда орталығының ішінде де, сыртында да сауда жүріп жатады. Бұлар шынайы ақша ба? Я, бұл айырбастау ақшасы. So, let's go. Okay, good. Okay, let's go. And cars like Мына үлкен автобустар қала аралық көрінеді. Барлық көлік түрлері мына жерде тығындалып қалды. Ойбай, мына жерден қалай өтеміз? Байқап өт. Thank you. Біз Бангладештегі Даккадағы ең арзан базарға келдік. Бұл базарда көптеген нәрселерді сатып алса болады. Әйел адамдардың киімі, ер адамдардың киімі, балалардың киімін арзан бағада брендтік киімдерді алсақ болады. Соны енді қазір бастайық. Жүріңіздер, кеттік. Picture. Smile. Oh, good. Good. This is leather. Мынау былғары ма? Yes, later. Бірнеше жыл бұрын ата-анамның саудаларына көмектесіп белдік сатқанмын. Енді қайсы нағыз былғар екендігін ұстап сезе аламын. Бұл белдіктер Қытайдан ба? Я, мынау және арғы жақтағысы Қытайдан. Ал сізде Бангладеш елінің белдіктері бар ма? Мына Бангладештен. Bangladesh. Yes, yes, yes. Oh, nice. This one, Bangladesh. Бағасы қанша? What is this? How much? Price? Yes, this one, fixed price, 220. 220 такка. 20? Yes, yes. Бангладеш белдігі 175 такка. 175. Yes. Wow. Біздің елде осындай белдік 1000 такка болушы еді. 1000 taka in my country. Қытайда ма? No, Kazakhstan. Жоқ, Қазақстанда. But yeah, quality. Мұнаның сапасы өте жақсы екен. Hi. Hey, how are you? Сәлем, қалдарың қалай? Менің атым Риват. Қай жақтансыздар? Yeah, vlogging. Біз Қазақстаннанбыз. Бағасы қанша? 1000 такка. 1000. Менімен селфи түсекші дейді. Tarik, tarik. Okay. Jeep? Бұл әмиян былғарыдан жасалған ба? Oh, artificial leather. 200 такка. 200. These are 100 100. taka. Look, Armani. 100. Adidas. How much? 300 такка. Неге? Leather. Бұл Okay, нағыз this is былғары. real leather. Бангладештен бе, Қытайдан ба? Bangladesh. This is China? Барлығы Бангладештен. Gucci. Мына футболка 300 такка. Қытайдан келген. Мұнда барлығы Қытайдан. Gucci. Мына Gucci футболкасы 300 такка. 300. Versace футболкасы 200 такка. Бангладештің адамдары досшыл халық. Біз барлығы Бангладешке саяхаттап келуге шақырамыз. Сіздердің біздің елге келулеріңіз біз үшін үлкен мәртебе.
proud thing, and this is a very happy thing that people are coming Bangladesh. Осыған дейін көп адамдар келген. More people are coming Bangladesh, but Ал қазір nowadays the Бангладеш rumors, өте қауіпті like жер that, деген like сияқты Bangladesh is өсек not өтірік safe, өте Bangladesh қатты is not тарап safe for жатыр. boys, or not safe for women. These rumors are very everywhere. Сол себепті де For қазір this thing, туристер many өте tourists аз. or many people are not coming in Bangladesh. Бірақ But бұл this is тек totally өсек wrong. өтірік. Егер бір адам жаман нәрсе Can't, істесе, барлық халықты жаман деп айтуға болмайды. Everyone is bad. Bangladesh is Я, сонымен қатар ютуберлердің видеоларын айтатын болсақ, Project Nightfall деген каналда Бангладеш қандай ел деп сұрағанда, барлығы Бангладеш дамымаған ел, бүкіл жерінде тығын, тар жолдар деп айтады. all about rush, all about jam, all about narrow path. But Бұл this is олай not емес. true. Егер If барлығы everyone ескі go Дакка, at Гүлистан full деген Dhaka, жерлерге or барса, everyone go ол at жерде full тар Dhaka, жолдарды they will see көруші the еді. narrow path. Олар They Гүлшан, should go at Банани, Busan, they should go at Бушундарат, Bambi, they should Дакканың go at сыртындағы Bosumara, аймақтарға, or outside of Читагол, Dhaka, like a Коксус базар like a сияқты жерлерге Sumatra, барса, like a мүлдем Cox's өзгеше Bazar. көрініс болушы That is еді. the highest sea beach of the world. So people should visit that. So Bangladesh is not like that. Бангладеш as the басқа YouTubers ютуберлер and as көрсететін like сияқты the жаман ел емес. influencers say. Бангладеш өте қонақжай, әдемі мемлекет. Very beautiful country. Мына саябақта бейнеролик түсіріп жүрсек, мына Дакка университетінің студенттері бізге Бангладеш халқының дәмді нәрселерін беріп жатыр. Thank you. Thank you. Thank you a lot. Don't know what, right? Don't know what. Мәм, қай жақтансыздар? Kazakhstan. Қазақстаннанбыз. Білесіз бе? Бангладешке неше күнге келдіңіздер? 10 days. 10 күнге. Days. Сізге біздің ел ұнады ма? I like, Я, I өте like ұнады. very much. Yeah, it's beautiful. Үшінші күні Самир тағы бір досын бізбен қаланы аралауға жіберді. Есімі Ашраф. This beautiful Dhaka. Енді бірінші сұрайын дегенім, Дакканың жолдарында қаншалықты қауіпсіз? Safe on the road in Dhaka. If not, why? Негізінде қауіпсіз, бірақ Гүлистан, осы жерде жүрсеңіздер қауіпті. Sometimes it's kind of hard. Кейбір кездері қалталарыңызда заттарыңыздың жатқанын тексеріп қоюларыңыз There's a керек. myth. If you're in Gulistan, always check on your phone and wallet. Now we're going Қазір to осындай рикшамен үшеуміз қала аралауға шығамыз. three of us. Я, біз үшеуміз жас өспірімдер сияқты мына рикшада қаланы аралаймыз. Yeah. Let's imagine that we are teenagers. Дакканың көп жерінде осындай ашық тоқ желілері орналасқан. Бір қарасаң қорқынышты және қауіпті көрінеді. Олар неге ашық түрінде десек, әрдайым тұрғындардың саны өскендіктен осылай жалғай беріпті. Оны жер астына тығып істейтін уақыттары жоқ және оған көп қаражат кетеді екен. Біз қазір хинду дінінің көшесіндеміз. О, мына үйді қараңыздар, қандай ескі екен. I kind of like these windows a lot. This window is kind of maybe 80 to 90 years old, I guess. I guess no one lives Мына inside. үйде ешкім тұрмайтын сияқты. Жоқ, тұрады. So small. Кіп кішкентай тары ғой. They like it. Ана үйде адам тұрады екен. Tradition дейді, салт дәстүр. Look at that. 3 different buildings. Қара, үйлер барлығы бір-біріне жалғанып салынған. Тағы бір сұрағым бар, бірақ дұрыс түсінесің деген ойдамын. Is there any like Үнді мен Бенгал халқының арасында қоқыс пен ластаудан айырмашылық бар ма? They are both in competition. Иә, екеуі де жарысып жатыр. I don't know. Мен Үндістанның Дели, Калькутта сияқты қалаларында болғанмын. you've been in big Сен үлкен қалаларында болыпсың, біз кішкентай қалашықтарында болдық. Мен де сондай жерлерде болдым. Mentality is Бірақ менің ойымша біздің менталитет бір-біріне ұқсайды. Екеуі де оңтүстік шығыс елдері, түрлеріміз де ұқсайды. smell a bit same. Kite event, kite. Yeah. In Bangla, it calls Ghuri Utsav. Бангладеште батпырақпен өтетін мейрам бар. Сол мейрамда Дакканың барлық аймақтарынан осы ескі Даккаға келіп батпырауық және фейерверк сатып алады. Kites, they buy some what we call things. We have fireworks. It's like Bangla Ол New Year, but Бангла it's different, жаңа right? жылы. It's total fun. Біз It's үшін like өте huge үлкен fireworks. шулы өтетін мейрам. Thing for old times. Егер 14 сәуірде келсеңдер, қаншалықты үлкен мейрам екендігін көре аласыңдар. You can see it. This is big. Bye. What is the traditional Бангладеш musical халқының instrument ұлттық of сазды Bengal? аспабы қандай? Дотара. Is there? Let's look at the traditional.
instrument? I don't want to touch it. It's fucking old. This? Ah, Yeah. hi. This is our... হ্যাঁ একটার আবার দোতারা আছে হ্যাঁ এগুলোই তো দোতারা This is? একটু দেখাই ওদের কিছু মনে করে মানে অনেকে একটু উন্নত মনে চাচ্ছে না না জাস্ট বাঙালি ইনস্ট্রুমেন্ট দেখতে চাচ্ছে আচ্ছা Bengali ওনাদের জন্য instrument. একটা ছোট সাইজের হওয়া এই জাস্ট একটু দেখায় দেন এটা ছোটটা না Ah, this, yeah? খুলতে পারছেন একটু হাতে দিলে আর কি ওরা দেখতে পারছে Қараңыздар, бұл Бенгал. দোতারা না এটা হ্যাঁ দোতারা Okay, so this is our national Бұл біздің сазды аспабымыз. Бұны осылай ойнайды. fretboard and chords as well. This is not the actual form or size. They are Бұл аспаптың өлшемдері әртүрлі болады. Бірақ бұл ең негізгі өлшемі. Thank you. Рахмет. Бұнымен халық әуенін орындайды. So I told you about dotara, right? Yeah, yeah. Мен және дотараны көрсетіп едім. Енді басқа біздің сазды аспабымыз бірі шекті әктара. One string. It's aktara. This one. Origin. Нағыз бенгал халық әуендері орындалады. The folk, Bangla folk, the real Bangla music you can do is aktara. Қалай ойнайды? Side like this? Осылай. Ah, Бұл аспапта ешқандай ноталар көрсетілмеген. Тек ішекті тартып дыбыстарға үйренеді. Fretboard. So you can adjust the scale by going up and down. Бенгали тілінде рахмет деген сөз донно бад екен, соны есте сақтап алу керек. Амандасатын болсаңыздар, ассаламу алейкум, уалейкум ассалам, солай, мұсылман ел болғандықтан. Крикет Бангладештегі ең танымал ойын. Көшелерде ер адамдар мен балалар осылай ойнайды. Енді біз лимонад жасайтын ең танымал жерге келдік. Бұл жердің атауы қандай? Мына жерді көптеген ютуберлердің арналарынан көргенмін. Мына сусын өте дәмді және тәтті. Егер ескі Даккада болсаңыздар, мына сусынды міндетті түрде ішіп көру керек. Сонымен қатар арзан, тек 20 такка ғана. Даккада Армения халқының шіркеуі бар екендігін білгеннен кейін, ол жерді тауып тарихымен танысайық деп шештік. Дакканың армян қауымдастығы Бангладеште ең ықпалдардың бірі болған. Армян саудагерлері үнді субконтинентіне 12 ғасырда келді. Мемлекеттің экономикасын нығайтқан саудадағы жетістіктерінің арқасында Моғол империясының билеушісі Ұлы Ақпар бірінші армяндарға өз діндерін еркін ұстануға мүмкіндік береді. Осы шіркеуді тұрғызуға бүкіл Бенгалия армян қауымдастығы қаражат жинады. Бүгінгі таңда бұл шіркеу Бенгал отбасының бақылауында тұр. Бангладеш халқының қонақжайлығына өте тамсандым. Самирді Инстаграм арқылы тауып, жұбайы екеуінің қонақтары атандық. Бейнероликте көргендеріңіздей, олар әбден бізді қыдырды, Бангладеш пен Даккамен бізді таныстырды. Дакканың бір үлкен кемшілігі ол. Біз өз қаламызды, жерімізді жақсы көреміз. Осындай айналамызға үйреніп кеттік. Бірақ Даккадағы барлық адамдарға ұнамайтыны ол көлік тығыны. Қазіргі уақытта метро жер үсті жолдары салынып жатыр. Я, бұл өте керемет. Мен жер үсті жолдарын көрдім. Маған тағы бір қызықтысы, Бангладештің орташа жалақысы қандай? Бангладеште 180 миллиондай адам тұрады. Жалақы әр жерде әртүрлі. Мемлекеттік жұмыс істейтіндердің жалақысы $500-600 арасында, немесе жоғары болуы мүмкін. Бірақ бұндай халық Бангладештің тек кішкентай ғана бөлігі. Ал негізгі халық қалада емес, ауылды жерлерде тұрып жұмыс жасайды. Олардың жалақысы $100 айналасында. Бұл әрине өте төмен, бірақ олар қаланың сыртында тұрғандықтан, ол жерлерде кететін шығын да қаламен салыстырғанда өте аз.
outside Dhaka is quite Бірақ Даккада азық-түліктің бағасы өте қымбат. Мен өте таң қалдым, қалай Бангладеште осыншалық қымбат болуы мүмкін деп. Дакка өте тез дамып келе жатқан қала. Басқа аймақтардан барлығы осы қалаға келгілері келеді. Бұл жерде табыс табу мүмкіндіктері өте көп. Адамдар тапқан сайын соншалықты ақшаларын жұмсайды. Сол себепті де азық-түлікке бағалар сәйкесінше. Самирдің жұбайы Бурша Бангладеш халқының ең аз рок-поп стиліндегі әншілерінің бірі екен. Мүмкін болса Бенгал халқының әнін орындап берсеңіз. Я, әрине, қазір мен айтатын әнге өзім кавер жасап өзгерткенмін. Менің ең сүйікті әнім соны сіздерге орындап берейін. That's why I want to sing it for all of you. তুমি চাইলে বৃষ্টি মেঘ ছিল রাজি অপেক্ষা সুদূর বর্ষণে মাতাল হাওয়া বইছে দূরে পাখি গাইছে গান বৃষ্টি তোমার আহ্বান সাদা রঙের স্বপ্নগুলো দিল না ছুটি তাই তো আমি বসে একা ঘাস ফুলেদের সাথে আমি একাই কথা বলি ঘাস ফুলগুলো সব ছন্ন ছাড়া Oh, thank you. Рахмет. I really loved. Okay, Bushra, thank Бурша, осылай мені әсемдеп бергенің үшін рахмет. Уақытымыз өте қызықты өтіп жатыр. Қазір үстімдегі саридің киілу әдісінде өзгешелік немесе атауы бар ма? Бұл қала әйелінің ең қолайлы деген сариді байлау стилі. Yes. In Dhaka. There are different ways. Сариді байлаудың түрлері көп, ал бұл Даккада әйелдердің орану стилі. Бұл қандай мата? Кашмир ме? Я, бұл кашмир матасы. Бұны сауда орталығынан сатып алдым. Бұл сари негізінде күз және қыс мезгіліне арналады. Сол себепті матасы қалыңдау. Ал саридің ұзындығы қандай болу керек? Меніңше 12 шынтаққа дейінгі өлшем. Осылай, я? Я, біз солай өлшейміз. Сариді тек мейрамдар болса киесіздер ме, әлде жай күндері де ме? Я, мен тек бір маңызды күндері киемін. Жиі кигім ақ келеді, бірақ байқасаң, саримен жүру оңай емес. Я, жүрген қиын. Сол себепті егер бір жұмыс жасау керек болса, онда мен сариді кимеймін. Негізінде, егер бізді бір жаққа, мысалы, тойларға шақырса, киемін. Рахмет, Бушра. Мына сари маған өте ұнап қалды. Сенің кигізіп берген көк түсті сари дәл мен ұнататын түс. Иә, сариді дененің түсіне қарай таңдайды. Көрермендерім, сіздерге де ұнап жатыр деген ойдамын. Құрметті көрермендерім, егер мына бейне роликті толық қарап өтсеңіздер, жалпы Бангладештің астанасы Даккадағы өмірді көріп түсіндіңіздер деген ойдамын. Жеке өз басым жарты жылдық саяхатымда осыншалық қамқор қонақжай халықты тек Бангладеште кездестірдім. Бізді қыдыртып, қаланы көрсеткендері үшін бірнеше Бенгали азаматтарына алғысымды білдіргім келеді. Олар Самир, Бушра, Сайым, Ашраф және тағы да басқалары. Егер менің бейне роликтерім сіздердің ойларыңыздан шығып жатса, төменде көрсетілген Каспи нөмірім арқылы менің арнама қолдау жасай аласыздар. Келесі шығарылымдарда сіздерді атап өтетін боламын. Сонымен қатар, егер сіз өз компанияңызды немесе кәсібіңізді менің арнамда жарнамалағыңыз келсе, менің Instagram парақшама хабарласыңыз. Менің арнама тіркеліп, төменде пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Олар мен үшін өте маңызды. Қош көріскенше сау болыңыздар.